Тұра тұрыңыз, ауыстырып жібермеңіз. Онсыз да не сізге, не елге пайдасы жоқ ақпаратты сағаттап көріп жүрсіз. 6 минут уақытыңызды қиыңыз. Армысыздар замандастар. Менің аты жөнім Алмас Жұмағали, мен заңгермін. Мида қатып қалған шаблон қазірден бастап бұзамыз. Әркімнің өз қақысын талап етуі үшін заңгер болу міндет емес. Біліммен, мінезбен ғана жеңеміз. Құқық деген не? Мектепте сізді оқытпайды. Ал құқық пәнінің мұғалімі деген мамандық жоқ атымен. Арыз жаза алмайды, тіпті қолхат жаза алмайды. Тарих ретінде сатып қойдым. Бұл тарих деп есептеймін. Өйткені себебі болды. Осы мінез бәрімізде қалыптасқан кезде виза сатып жатқан жоқ. Ол елін сатып жатыр. Адам ең бірінші өзіне өзі қайраткер болу керек. Қоғамдық қатынас қақысы міндеті. Мынау жұмыртқаның ағы мен сарысы сияқты нәрсе. Бұл магниттің физикадағы плюс-минус заряд сияқты нәрсе. Мынау не деп ойлайсыздар? Сізді басынып жатады, бірақ сіз оны бір картинаға жинақтай алмайсыз. Ал сіз де кешегі баласыз. Кешегі мектепті бітірген баланың біреуі сізсіз. Сізде әлі күнге шейін осы заңдарды әлі де білмейсіз. Мынау гипнозбен арбау, мен жаңа қылмыстық кодекстің балама тобында болдым. Азғантай білімді жақсылап игеріп алсаңыз, соның өзімен де біраз жерге жетуге болады. Эксперимент сынай, қазір заңды оқытып үйретеміз. Сіз кімсіз? Менің қақым бұзылып тұр екен ғой дейсіз. Сондықтан бұны сіз біліп алуыңыз керек. Сен менің қызметшімсің деп айта алатын деңгейге жетеміз. Мемлекеттік қызметкердің біз құл екенбіз. Қай кезде талап етеміз, сол кезде олар түзеледі. Коллектор, дені дұрыс фирмалар 10 күннің ішінде түзеп шығады. Осы үшін де сотқа беруге болады. Бір тілде берілген ақпарат, берілмеген ақпарат болып есептеледі. Ал сізді менсінбейтін, тіліңізді менсінбейтін, тұтынушы ретінде менсінбейтін болса, оның көкесін сот арқылы таныту керек. Өйткені сіз қайраткерсіз. Көшедегі құқықтар. Қалтаңызды қарасаңыз, телефоныңыз жоқ. Негізі ұрылар, психологтар. Тәрбие қатынастары еш жерде реттелмеген. Мысалға, өмір туралы заң жоқ. Әкімшілік ұстау, қылмыстық процестік ұстау, мен темекі шегуге хақым жоқ па? Біреудің қақысы басталғанда, сіздің міндетіңіз басталу керек. Әркім өз қақысын талап етсін. Мынау екінші сурет. Бірақ бұл жерде де бала бар. Балаңыздың қауіпсіздігін 10 есе төмендетесіз. Кім кінәлі? Жыл сайын 3,5 мың адамға шейін қайтыс болып отырады. Ал біз баламызды түйеден төмен деп көрмейтін болсақ, онда Индияда жүргендей өте бара жатыр. Бұл не сонда? Бір мемлекетте екі түрлі заң бар ма? Адам ұрлаудың жиі кездесетін түрі бар. Дәстүріміз ғой дейтіндер. Қазақ халқы жабайы деп көрсетуден танбай келе жатыр. Махаббаты үшін құрбандық, көп әйел алушылық жоқ. 98 жасында туа жатын көрді. Ешқандай халықта аты жоқ. Бірнеше ай өткеннен кейін қол дұрыс жұмыс істемейді. Осы іс бойынша біз қылмыстық іс қозғадық. Талғар ауданында сотталған болып, вакцинаны әкелді, жасап берді. Дәрігердің түк кінәсі жоқ. Ал вакцинаны кім әкелді? Егер мысықты жуған қожекеңнің өзі болып, сыққан кемпірі болатын болса, білмейді. Кейде зардап келеді, бірақ ол қылмыс емес. Оның жетеуі қарастырылған. Жер бірінші кезекте меншік емес, рухани байлық, атамекен. Алматы қаласында, ағаштардың ортасында, содан бұл тек білейді, боқтайды, пранк деген бар. Эвтаназия мәселесі қояды, кітаптың қырымен ұрады. Ал енді өз еркімен салса не болады? Ана Денис Теннің ісі бойынша жалпы көшедегі құқықтарды айтқаннан кейін міндеттеріміз 14 жастан бастап жауап береді. Олардың кейбіріне біз қазір шолу жасап өтеміз. Ол балаға 16 жаста ондай мысалды айтуға болмайды, бірақ 14 жастан бастап олар соттауға болады. Мен үшін түсініксіз, бұл дұрыс емес. Көшеде көп кездесетін мәселе бұл гипноз. Гипноз деген не? Бірақ гипноз жеңіл жасамаймыз. Анау жерде тұрған сияқты болдыңыз, солай ма? Осы сабақтың қорытындысы ретінде практикалық тапсырма мынандай. Басым бөлігі жіберді тапсырмаларды. Бүгінгі тақырып жұмыстағы құқықтар деп шартты түрде алып отырмыз. Сен халыққа түсінікті болсын деп. Мысалға, осы жердің отделкасын жасап беруге орындаушысыз. Бірақ еңбек шарт емес. Қазір заңда не былай емес, ол жезөкшелік. 4-ші канал қайыршылық. Құлап кетсе, ешкім жауап бермейтіндей. Аяғым жаңадан ғана ауыр дейді. Айтсам алмайды дейді. Сондықтан жүкті әйелге қиын жағдай туады. Өзіммен өзім договорға отырмын. Демек, сотқа барса, бұл ұтады. Мен сізге бір-екі сұрақ қоям. Сол сұрақты болжауға тырысамын. Жақсы выбор. Точно ма? Сіздің қолыңыз тұр. Сіздер не ойлайсыздар? Манипуляция сознания. Осындай байқамай міндет алып қоюыңыз мүмкін. Рахмет сізге, Алмас мырза. Келісімшартты жай оқи салушы едім. Енді зерттеді. Әлеуметтік желілердегі құқықтар мен міндеттер. Бұрынғы соғыстың туралы зеңбіректер болатын болса, қазіргі соғыстың туралы медиа. Соғыстың үш түрі болады. Кез келген соғыстың заңы ұрымтал күтпеген тұстандыру.
Ақпараттық соғыс адамдардың миын болады. Ең ұрымтал тұс ол бала. Планшет, смартфон береміз. Тыныш отырса бол. Реклама көргенде тынышталып қалады. Адамдардың подсознаниесіне есептелген. Екеуінде бұқа. Екеуінде де бірақ жерін деген салдырап жүр. Мынаны көрген бала мынандай болып жүру ерсі емес деп оған. Осыдан кейін біз таң қаламыз. Неге Қазақстанда жыл сайын жас өспірім қыздардың аборты неге көбейіп жатыр? Біз қабылдамаймыз, көрмейміз, көзіміз көрмейді. Негізі подсознание қабылдауға. Біз оның себебі қайда екенін ұқпай жатырмыз. Біреуі осы. Миллиондарда жыныш жоқ. Monster High, SpongeBob. Құқықтық жағы қандай? Инициатива бізден болды, ақыры қабылданды, бірақ кішкене шикілі біз. Синий кит. Қалай террорист болады менің күйеуім? Ол намаз оқымайды ғой даже, арақ ішеді деп қояды. Вакцинацияның құрамы туралы ақпарат алуға хақыңыз бар ма? Жоқ па? Жас кезінде сен жаңағы қақшын етіп барған қыз едің. Ана қызды танымайды ғой енді. Мен соған шыдап жүремін. Айқа қашаңдамаған сосын таң қалады. Төрт-ақ адамнан сұрап тұрмыз әлеуметтік желіде. Төртінші адамда уже өзгеріп жатыр. Бүкіл қасиеттер керісінше болып шықты. Сондықтан неге сақ болу керек? Және ең жас қатысушымыз осы. Осы курсымызда негізгі 4 бағытты алдық. Адамдардың ең көп байланысқа түсетін қатынастары солар. Бірінші, дүкендегі және банктегі құқықтар. Екінші, көшедегі құқықтар мен міндеттер. Үшінші, жұмыстағы және бизнестегі құқықтар. Кез келген ақша табу жолындағы құқықтары. Үшіншісі, әлеуметтік желілердегі құқықтар мен міндеттер. Аңдамай сөйлеп, ауырмай өліп, түрмеден бір-ақ шығуыңыз мүмкін. Көп мүмкіндікті жіберіп жатқан жоқсыз ба? Осыны ол құқықтың орнын толтырамыз деп, осы курсты бастадық. Бұл 16 сағат практикалық курсымыздың 6 минут үзіндісі. Осы 6 минутта 6 түйір ой түйе алған болсаңыз, 16 сағатта табатын пайдаңыз шаш етектен. Қатысам десеңіз, көрсетілген телефонның WhatsApp-ына хабарласыңыз. Бағасы да символический. Сағаты 500 теңге.